Сайдмұрат Давлатовқа келген жолым, жалпы ең алғашқы мен ең бірінші танысқан жолымыз сол жерде. Мен үлкен суммаға қарызға кіргізетін, ешқашан 100% адамдарға сенуге болмайды да. Әйел адам, сол адам клиенттерден ақшасын алып қызметін бермеген. Қарызды төлеу керек. Ол Давлатов мырзаға бардық, Москваға бардық, Ташкентке бардық. Мысалы, команда құру бұл ең қиын зат. Көп кәсіпкерлер соған шыдай алмайды да. Яғни ешқашан үлкен масштабқа шыға алмайды да. Себебі бір адам, жастарға ондай кеңес бермеймін, неге? Себебі соның барлығы болған кезде ғана 95% адамнан мықты боласың. Қайырлы күн, достар. Бізде бүгін аналитик бизнесмен Ерлан Айтжанов. Қош келдіңіз. Рахмет. Біздің студиямызға, бүгінгі біздің Қара шаңырақ студиясына мотивацияға толы атақты бизнесмен келіп жатыр. Жалпы бірінші сұрағымыз, біздің жалпы тақырыбымызды білесіз, жеке өмір және бизнес тақырыбында. Қай жердің тумасыз? Ең бірінші қалай осы бизнес жолына келдіңіз? Өзіңіз туралы ақпарат бере кетсеңіз. Рахмет. Подкастқа шақырып отырғанымызға, бастаған істерін өрлей берсін. Жалпы мен осы Атырауда туып өстім. Кәсіпке келген жолым мен өзім 2011 жылы бастадым. Ең алғашқы кәсібім бұл құрылыс саласында болды. Яғни құрылыс саласын бастап, бір жыл бойы біздер, енді ол кезде бизнесқа білім жоқ, яғни жабайы бизнес болды, банағыдай, то есть объявление беріп. Базы жоқ дейсіз. Объявление беріп, яғни өзіміз қызметте көрсететін едік, өзімізде келісетін едік адаммен, яғни бүкіл процесс өзімізде болды. Солмен дейтін бір сезон жұмыс жасап, енді қысқа жақын уже объем азая бастады. Мен өзім негізі IT саласында қызмет еткен. Негізгі мамандығыңыз IT саласында, иә? Негізі өзім финансистке оқыдым, банағы налог саласында оқыдым. Бірақ өзім кішкентайымнан компьютер ондайтынмын. 13 жасымда адамдарға компьютер ондап қызмет көрсетіп жүрдім. Сол салаға қарай 2012 жылы сол өзім Қазақ Телекомда барып, басшысымен келісіп, дилер болып, Қазақ Телекомның дилері болдық. Ең алғашқы солай бастадыңыз, иә? Яғни 2011-ден кейін, сол бір жылдан кейін, келесі жылы, 2012-де Қазақ Телекоммен совместно жұмыс жасап, Мегалайн деген интернет, IDTV, соны қондыру бастадық. Яғни ол жерде көптеген енді адамдардың үйіне қызмет көрсеттік. Жалпы бизнес негізі уже қазір профессионалды түрде оқып жүрген соң түсінгеніміз, бизнес бұл бізсіз жұмыс жасау керек. Яғни бизнесті біз жүйе ретінде құрып үйрену керекпіз. Ал көптеген енді кәсіпкерлердің қателігі өзі барлық процесстарды өзі жасайды. Көп бизнесмендерді байқаймыз, бастапқыда солай. Ол үшін не істеу керек? Бірінші неден бастау керек адам? Неден бастау керек? Енді адам ең бірінші анализден басталады ғой. Любой бизнес, мысалы, немен айналысқысы келсе де, мысалы, көрермендерімізде көріп отырған қандай бизнес бастағысы келсе де, ең бірінші внутренний анализ жасау керек. Яғни мен өзім қолымнан не келеді дегендей. Өзім қолымнан не келеді, өзім шеберлігім неде, қалай мен адамдарға пайдалы бола аламын деген сұрақтарға жауап беру керек. Сосын сол тізім етіп жазу керек соның барлығын. Тізім етіп жазған кезде, сосын сол тізімді уже анализ рынка қарау керек. То есть нарыққа ол продукт болсын, қызмет керек па, керек емес па. Сол тексергеннен кейін белгілі болады да, қайсысына спрос көп, сол спросты бастау керек. Ең бірінші, дұрыс айтасыз, планды жазу керек, қатарынан барлығын. Сол бойынша жүріп отырамыз, Ең бірінші, сіз мысалға бизнес бастадыңыз, ол семьяға құрғанға дейін бе, әлде одан кейін бастадыңыз ба? Отбасы құрдым, сосын отбасы құрғаннан кейін жолдасыммен бірге кәсіпке кірдік. Жолдасымның, мысалы, әр адамның өзінің мықты жағы болады. Мысалы, менің жолдасым сату жағынан мықты. Яғни бұл сату жағынан
сол жұмысты өзіне алады. Ал мен өзімнің мықты жағым бар. Яғни мен өз мықты жағымды мен соны жасаймын. И сол кезде бизнес алға қарай дамиды. Сіздерде мысалға камера қондыру жаңағыдай тағы да қандай услугаларыңыз бар? Бізде енді банағы бизнестің бірі бұл Bestcom.kz деген компания. Бұл компанияда бізде камера қондыру, домофон қондыру, турникет, шлагбаум, яғни бүкіл заманауи технологияны, ақылды құлыптарды қондыру, соның барлығын біз жасаймыз. Және де осы кәсіпкерлердің система учеты қондырамыз. Бұл система учеты енді болмаған жағдайда кәсіпкерлер өзінің табысын білмейді. Бизнестары банағы құлдырауға қалып келеді да, себебі дейтін бизнес бұл цифра. То есть бизнесті цифрамен басқару үйренген кезде, сол кезде үлкен нәтижеге жетуге мүмкіндік болады кәсіпкерлерде. Дұрыс айтасыз. Ең алғашқы бизнесіңіз осы. Одан кейін сіз нені бастадыңыз жалпы? Жалпы ең алғашқы дегенде енді компьютер оңдау тоже параллельно біздер бана Қазақтелекоммен де жұмыс жасадық, компьютерда оңдадық. Бұдан бөлек мен компьютерный игровой клубты ашып көрдім. Банағы сосын поставка снеков, арахисов, оптовой поставкамен де айналысып көрдік. Енді көп банағыдай өзіңізді сынап көрдіңіз, әртүрлі бизнестерға кіріп көрдік. Оптовый поставка Қытайдан да алып келіп көрдік. И сөйтіп келіп өзімізге банағыдай жақын саланы таңдап, сол саламен жүріп келе жатырмыз. Бірақ қазір бізде парфюмерный нүктелер бар, Rich Aroma деген, бұл франшиза. Атырауда көрсеңіз, хош иістер көрсеңіз болады. Және де біздер осы кәсіпкерлерді қолдау орталығы бар, Само орталығы деген. Яғни сол жерде біздер Атыраудың үлкен бизнесмендері сол Давлатов деген адамға оқуға барады, сол оқудың барлығы біз арқылы барады. Және де Атырауда біздер кештер өткіземіз, яғни кейде қайырымдылық кештер, кейде ақылы кештер. Бұл жерде біздер кәсіпкерлермен өзіміздің тәжірибемізбен бөлісеміз. Сіз Сайдмұрат Давлатовпен қалай таныстыңыз жалпы? Жалпы Сайдмұрат Давлатовқа келген жолым, жалпы ең алғашқы мен франшиза Rich Aroma деген соны сатып алдым. Бірақ оны алмастан бұрын мен сол адамның кітаптарын оқыдым. Мен өзім сол кітап оқу бастағаннан кейін банағы Талгита бірінші «Я и деньги» деген кітаптары болды. Сосын тағы да басқа да кітаптарын оқып, «Богатое мышление», «Бедное мышление» деген. Соның бәрін оқып келіп, Rich Aroma деген франшизасын сатып алдым. Ол кезде как раз «1 на миллион» деген киносы шығып жатты, ютубта көрсеңіз болады. Сөйтіп, ең бірінші танысқан жолымыз сол жерде. Бірақ енді қаттырақ уже банағыдай оқып нығайтқан кезіміз бұл 2023 жыл болатын. Яғни 2022-де менің жүргізіп жатырған бана қауіпсіздік жүйесі бизнесімда менде бір қызметкер болатын. Бұл қызметкер мені үлкен суммаға қарызға кіргізетін. Яғни бұл қателік неден болады? Кәсіпкерлерге айтарым, ешқашан 100% адамдарға сенуге болмайды да. То есть банағыдай қай жерден мықты болса да контроль әрқашанда қадағалану керек. Яғни ай сайын инвентаризация жасалып тұру керек. То есть банағыдай контроль финансов, контроль материальных, товарно-материальных запасов, соның барлығы қадағалану керек. Қадағаланбаған кезде міндетті түрде ұрлық болады. Содан кейін енді қарызға кірдім. Көптеген енді адамдар қашан қондырылмаған заттары бар, тапсырыс беріп, ақшасын алып жасамай қалған. Сіз істеп кеттіңіз, одан кейін берілмей қалды, Жоқ, мен ол жерде бизнесқа араласпадым. Сол мен тапсырған адамым, әйел адам. Сол адам клиенттерден ақшасын алып, қызметін бермеген. Поставщиктерден ақша алған, товарды бірақ сырттай сатқан кездер болды. Сосын содан кейін
қарыз қарша ериді деген кітап оқыдық, сол Давлатовқа кері келдік та. То есть орысша түрін оқығанмын, Долгитает на глазах деген. Содан кейін мана ютубта топ-15 учеников Давлатова деген соның барлығын қарап, енді былайша айтқанда қарызды төлеу керек адамдарға, ол үшін уже білім керек болды. Сосын сол білім іздеп Давлатов мырзаға бардық, Москваға бардық, Ташкентке бардық, Алматыға, жан жақта, то есть қай жақта обучение болады, сол жаққа баратынмын. Енді нәтижесіне бизнесті жүйелі түрде құруды үйрендік. Енді қазір әлде де алдағы уақытта тағы да жаңа бастамаларымыз болады. Автомобильный сферамен де айналыстық, яғни қиындықтары қандай болды сіз үшін? Қиындық, енді әр бизнесте қиындық бар да. То есть мысалы команда құру бұл ең қиын зат да. То есть бағанағыдай адамды алу, үйрету, дайындау да, бүкіл процестің бәрін жеткізу. Көп кәсіпкерлер соған шыдай алмайды да. Яғни кейін өзім жасаған дұрыс деп шешім қабылдайды да, өзімен өзі қалады. Ал яғни бір адам жасаған іс ешқашан үлкен масштабқа шыға алмайды да. Себебі бір адам ол әлсіз болады да. Себебі сіз мысалға қазір неше түрлі нәрсемен айналысып жүрсіз, бизнес көздерін көріп жатырсыз. Олай мүмкін бе, мысалы, бізге алып жүруге, жастарға, например? Жастарға ондай кеңес бермеймін. Неге? Себебі бизнесті ең алғашқы бір бизнесті 100% жүйеге қою керек. То есть бағанағыдай бүкіл HR, отдел продаж, маркетинг, бухгалтерия, то есть соның барлығы болған кезде ғана уже компанияның обороты бағанағыдай $1 миллион табыс алып келгенде ғана екінші, үшінші бизнес бастаған дұрыс болады. Неге? Себебі дейтін адамда назары бірнеше бизнес болса, фокус анда оңға солға ауады. Ол кезде сен максимально бір жерден максимальный отдача ала алмайсың. Сол үшін бағанағыдай бір істің маманы, бір істің шебері болуға тырысу керек. Сол кезде күнде өзінің дамуына уақыт бөлетін болсаң, күніне 1 сағат, 1 жылдан кейін 95% адамнан мықты боласың өз салаңда. Сіздің отбасы құрдыңыз, бизнес пен отбасының арасында қиын болмады ма сізге алып жүру барлығын? Оған қоса командаңыз бар, одан қоса балаңыз бар деген сияқты. Жоқ, әрине, енді бағанағыдай отбасымыз, енді бизнесте жүрген соң бастапқы кезде сен көп уақыт жұмсау керексің бизнесқа. Бірақ сен 24/7 кәсіпкер жұмыс жасайды дейді ғой. Бірақ енді сен уже бір шаршаған кезің келеді. Сол кезде міндетті түрде отбасыңды алып демалысқа шығу керек та. То есть бағанағыдай качественно демалып, енді балдар самое главное бағанағыдай мектебіне, репетиторствоға барлығына барып, барлығын процесстардың барлығын как жүйеге қою керек қой. Сол кезде бәрі жақсы болады. Сіз өзіңізді қалай дамытасыз? Мысалға, бизнестен бөлек өзіңіз қандай хоббиларыңыз бар, например? Енді ең басты дамыту жолы бұл мен күнде 1 сағат кітап оқимын, болмаса аудио подкасттар тыңдаймын да. То есть мысалы дейтін Давлатовтың подкасттарын, басқа да мысалы Уоррен Баффет секілді, Брайан Трейси, Оскар Хартман, сол үлкен жетістікке жеткен адамдардың подкасттарын тыңдап, сол жерден өзіме пайдалы ақпарат алам, инсайттар алам. Сол инсайттарды қолдануға тырысамын. Сіз қазір мысалға бизнестегі өз жолыңыз бар арнайы. Жетістікке жеттім деп ойлайсыз ба? Түпкі мақсатыңызға? Енді нақты түпкі мақсатқа әлі жетпедім, бірақ та бұл жерде, то есть адам түпкі мақсатыма жетті деген ол қате болады да. Неге? Себебі адам әрқашанда өзіне жаңа мақсат қоя білу керек та. Себебі мақсат адам жоғалтқан кезде адам яғни өмірден өтті дегенмен бірдей да. Былайша айтқанда мақсатсыз адам бұда стремление болмайды ештеңеге.
мысалы өзіңіз көп көретін шығарсыз, мысалы банағы үлкен Голливуд жұлдыздары былай қарасаңыз наркоман болып кетіп отырған, да, сондай көп банағыдай өзіне қол жұмсап отырған адамдар. Себебі ол адамдар үлкен мақсат жоғалтып алды да өздеріне. Сол үлкен мақсатын қойып, ол үлкен мақсатқа жеткеннен кейін келесі мақсатқа уже ойлана беру керек, да. То есть өмірдің соңына дейін адам өзіне мақсат қойып қоя білсе, онда өмір қызық болады. Яғни мақсатын адам жазып отыру керек, оны істеу керек және де. Жастарға айтар кеңесіңіз қандай осы жолында? Әрқашанда өзіңіздің мақсаттарыңызды жазу керексіз, банағыдай күнделікті планирование болу керек, да. То есть бір күні мысалы таңертең шыққан кезде плансыз өткен күн бұл пайдасыз күн деп айтуға болады. Бос кеткен уақыт. Себебі дейтін, сіз пландаған кезде бүкіл пландаған заттарыңызды жасау үлгересіз. Ал егер планирование болмаған жағдайда, онда сіз банағы жел сияқты қай жерге шақырады, сол жаққа ауып жүре бересіз. Сіз мысалға бана алғашқы бизнес бастаған кезеңіңіз бар ғой. Сол кезде сізде мысалы қарапайым адамнан құрылыстан жаңағыдай бизнеске көштіңіз. Ол кезде қиыншылықтар бар. Қиыншылықтан бөлек сіз камера алдына қалай сөйлеуді үйрендіңіз? Қиын болмады ма? Жоқ, камераға сөйлеу үйренгенде мен жалпы әр кәсіпкерде ең басты қасиеті бұл эмоциональный состояниесі. Егерде мысалы кәсіпкер білімді болсын, бірақ эмоциональный состояниесі төмен болса, бұл камерадан ұялады, адамдармен сөйлесуден, қарым-қатынастан, бір шешім қабылдаудан қорқыныш болады адамда. Соны жеңу үшін адам сол эмоциональный состояниесімен жұмыс жасап үйрену керек. То есть всегда состояние, именно бизнесменде состояние высшей нормы болу керек. Неге? Себебі дейтін, бір күні мысалы продажа құлап қалуы мүмкін, жұмысқа ключевой сотрудник шықпай қалуы мүмкін, тағы да басқа налоговыйдан басқа бір уведомлениялар келуі мүмкін, да. Оның барлығы мысалы кәсіпкерге шокотерапия, да, былайша айтқанда. Но соны эмоциональный состояние жоғары кәсіпкер оның барлығына оңайлықпен қарайды, яғни күліп қарайды. Жеңе біледі, Қазір жолдасыңыз қандай қызмет атқарады сіздің бизнесіңізде? Қазір енді жолдасымның бана айтқандай мықты жағы бұл сату. Сол сату бөлімінде банағы өзі де сатады, және де жаңадан келген сатушыларға жол көрсетеді. Сіз осы бизнестен бөлек қандай тағы услуга ашқыңыз келеді? Қандай бизнес көзін ашқыңыз келеді? Енді қазір мен аналитика жүргізіп жүрмін түрлі бизнестарға. Біріншісі енді образование саласы. Мен ойлаймын да, жастарға банағы бизнесті көрсететін ұстаз керек. Неге десем, мен өзім қазір ұстазым бар. Яғни Саидмурат Даулатов деген менің ұстазым. И былай қарасаңыз, әр чемпион, әр спортсменді алатын болсақ, олардың барлығында ұстаз болған. Ұстазсыз үлкен жетістікке жету мүмкін емес. Себебі сен жолында көп қателіктер жасайсың. Яғни наставник керек. Ал ұстаз бағыттап отырады. Және де әр адамның ұстазы өзінен 100 есе, 1000 есе артық жетістікке жеткен адам болмау керек. Әр кетсе 10 есе артық жетістікке жеткен адам болу керек. Себебі 1000 есе артық, 100 есе артық жетістікке жеткен адам, оның ойлау қабілеті мүлдем басқа. То есть оның айтқан сөздері сізге түсініксіз болады. Сол үшін, то есть банағыдай шаг за шагым әр периодта өзіңе ұстаз тауып білу керек. Сіз стрессті қалай жеңесіз? Мысалға, қиыншылықтар болып қалған кезде команда мысалы кидайт етеді кейбіреулері. Келмей қалады жұмысқа деген сияқты. Енді ол команда келмей қалу деген ондай жұмыстар, ондай сәттер ол қазір мен үшін стресс емес. Себебі дейтін, мен оған уже жеңілдікпен қарау үйрендім. Және де сіз өзіңіз мықты болған сайын,
сіздің айналаңызда адамдар олай тектен тек кетіп қалмайды. Былайша айтқанда, егер де адам өз-өзін дамытпайтын болса, адам кәсіпкердің өзі әлсіз болатын болса, оның айналасына әлсіз адам жиналады. Ал әлсіз адамдар, олар жарты жолда тастап кету соларға тән. Ал дұрыс қызметкерлер, олар бірінші алдынан өтеді, түсіндіреді, басқа жолға кеткісі келсе. Аяқ астынан тастап кету процесс ондай уже болмайды. Бірақ бұрын болған. Бұрын менде де әлсіз болдым, себебі әр адам дамымайтын болса, әлсіз болады. Қазір, яғни бұрынғы ортаға қарағанда, қазіргі ортаңыз бөлек пе? Әрине, қазір енді даму жолында болған соң, сіздің айналаңызға дамайтын адамдар жиналады. Және де банағы үлкен кәсіпкерлер жиналады. Ол кәсіпкерлерден де өзінің тәжірибесімен бөліседі. Мысалы, мына Давлатовта біздер бірге оқитын кәсіпкерлеріміз бар да. Бұл мына Атырауда құрылыс әлемі деген банағы гипермаркет. Содан бөлек Аян деген Окстрой, банағы торговый центр Киви, Каспий Свет деген банағыдай бізде не болды. Соның басшысы сол адамда оқыған. Былайша айтқанда, К7 Group строительный холдинг, сол адамда осы Давлатовтан оқыған адам екен. Сол үшін сондай ортаға түсу. Ақша туралы білім керек, ең бірінші. Ақша туралы болғанда, ақша туралы емес, ал именно мышление өзгерту, да, то есть адамда, мысалы, мышление деген, мысалы, мына стаканды алатын болсақ, мына стаканда, то есть уровень сенің мышлениең осы стакандай болса, саған одан артық сыймайды. Ал сен сол ортаға түскен сайын, сенің осы стаканның размері үлкейе бастайды. Ішіне көбірек банағыдай объем көбейеді да. И сол сияқты сен уже жаңа деңгейге шығуға дайын боласың. Өзіңізге бизнес жолында жүргеніңізге көп болды? Қанша жыл болды? Енді 15 жыл, 2011-ден бері 14 жылдан асты. Бизнес бастаған тұлғаға ең керекті 3 қасиетті айтып өтсеңіз? Ең керекті 3 қасиет. Енді ең бірінші бұл білім керек. Яғни іздену, жаңа инсайттар іздеу дегендей. Екіншісі бұл ішкі состояниесі, да, то есть банағыдай, даже екіншісі емес, біріншісі ішкі состояние бұл номер 1. Яғни көп адамдар білімді болуы мүмкін, бірақ кәсіп бастауға, бизнес бастауға рухы жетпейді. Неге? Себебі ішкі состояниесі дайын емес. Айналаның сөзі деп, мысалы, кейбір адамдар қысылып жатады. Және де үшіншісі орта. То есть банағыдай дұрыс ортада болу. Себебі бұл жерде банка соленых огурцов дейді да, мысалы дейтін сондай да, то есть қай ортада боласың, сол орта сені тәрбиелейді. Мысалға, жақсы, келгеніңізге көп рахмет. Жастарға айтар соңғы сөзіңіз қандай? Нақты түйін. Жастарға енді ең алғашқы бұл бос уақыт өткізбей, әрқашанда білім іздеу және де жаңа идеяларды ойлау. Себебі сол кезде біз жаңа дамыған елде өмір сүре аламыз. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің алған подкастымыздан сыни көзқарастарыңыз болса, комментке қалдырып кетіңіздер өз ойларыңызды.